сайын Орал өңірі газетінің кезекті апталық шолуына назар аударыңыздар. Орал өңірі өзінің жылнамасын 1917-1918 жылдары бірнеше нөмірі жарыққа шыққан Ұран газетінен тарқатады. Сол себепті газетіміздің 16 сәуірдегі саны Ұраннан басталған ұлы жол Орал өңіріне 105 жыл атты материалмен ашылды. Жуырда зерде бұзылыстары бар балаларға арналған Батыс Қазақстан облыстық арнайы мектеп-интернат колледж кешенінің ұжымы редакцияға бір тамаша сыйлық тарту етті. Еңбекке баулу пәнінің мұғалімі Самал Қазиев өзінің 4-5 шәкіртімен қараторғайларға арналған бірнеше ұя жасап, сол ұялардың қасбетіне Орал өңіріне 105 жыл деп өрнектеп жазған. Журналистика ардагерлері мен редакция ұжымы ризашылық білдіріп, алғыс жаудыруда. Жол мәселесі қашанда өзекті, жөндеуді қажет ететін республикалық, облыстық маңызы бар жолдар жергілікті тұрғындарды алаңдатуда. Бұл туралы журналист Нұртай Текебаев «Даудамайдың өзегіне айналды» мақаласында егжей-тегжейлі баяндады. Футболдан жоғары топ командалар арасындағы ел чемпионаты қыза бастады. Күні бүгінге дейін командалар 6 тур өткізді. Көш басында алматылық Қайрат келеді. Толығырақ журналист Түгелбай Бейсеновтің «Бүгін футбол» мақаласынан білуге болады. Газетімізде ел ішіндегі кертартпа әдеттер мен кесір-кесапат атаулының алдын алуды көздейтін дүниелер жиі жарық көреді. Ал бұларды ұстаздар қауымы талқылап жатыр ма? Бұл туралы үнпарағымыздың 19 сәуірдегі санында жарияланған бас редактор Бауыржан Файзоллаұлының «Тақырыпты талқыладыңыз ба, мұғалім» атты мақаласынан оқи аласыздар. Бет терісі ерекше күтімді қажет етеді, себебі қыс айларынан кейін тері құрғайды, жарылады. Сондықтан теріні, әсіресе бет терісін тазалап, нәрлендіру қажет. Көктемде бет терісін қалай күту керектігін білгіңіз келсе, журналист Гүлсезім Бияшева ұсынған табиғи косметикалармен танысыңыздар. Батыс Қазақстан облысы бойынша балық инспекциясы басқармасының бас маманы Гүлшара Ермұханованың мәлімдеуінше, қазіргі кезде өңірімізде балық өсірумен айналысатын 27 балық шаруашылығы нысаны бар. Соның ішінде 23 субъекті көлдік тауарлық, 3 тоғандық шаруашылық тұқы-тұқымдас балықтарды өсірумен айналысады. Бір өндірістік кешен тұйықталған сумен қамту құрылғысында бекіре тұқымдас балықтарды өсіруде. Балық өсіру субъектілеріне мемлекеттік қолдау көрсету, субсидиялау тетіктері қарастырылған. Газетіміздің 21 сәуірдегі санына да тоқталып өтейік. Өздеріңізге белгілі, бүгінде жеке тұрғын үйге қол жеткізе алмай жүргендер көп. Үйде құрылыс материалдары да қымбаттап кетті. Теректі ауданында 9839 адам жеке үй салу үшін кезекте тұр екен. Камелия Өтеудің «Үйелмені барға үй керек» мақаласында осы түйткілді мәселе жөнінде сөз қозғалған. Үзіліс арнайы бетінің қоғамдық редакторы Дариға Мұштанованың бүгінгі кейіпкері Қазақстан Республикасына еңбегі сіңген мұғалім марқұм Төлеген Сейткереев. Материалда Төлеген ұстаздың өмірі, еңбек жолы баяндалып, кейіпкердің досы Өтебай Құспановтың пікірі берілген. Ұлттық құндылықтарымыз Техаста да насихатталуда. Техаста оқып жүрген қаршадай қыз туралы Орал қаласындағы мектептен тыс жұмыс орталығына қарасты жас тілші үйірмесінің мүшесі Альбина Болатованың мақаласынан оқи аласыздар. Апталық шолу осымен тәмам. Орал өңірінің әр санын асыға күтіңіздер. Газетке жазылып, бізбен бірге болыңыздар.